Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін жол ақысын Билайн картасымен қалай төлеу керектігін үйрететін боламыз. Өзіңіз баратын жерді анықтап аласыз. Мысалы, туристі ашасыз. Қазір мысалы қай жол барады, мынада көрсетеді өзіңіздің баратын жерге. Картадан былай көріп алдық бәрін. Автобусқа міндік. Автобусқа мінгеннен кейін енді жол ақысын төлейміз. Ол үшін Каспий кезетті ашамыз. Өзіміздің телефон нөмірге 80 теңге саламыз. Мысалға мен өз нөміріме 80 теңге салдым. Салғаннан кейін SMS-ті ашамыз. SMS-ті ашқаннан кейін 9909 деген нөмерге автобустың ішіндегі оңай картасын басатын құрылғының бетіндегі кодын жазамыз мына жерге. 01 54 89 жібердік. Қазір мен бәрінің фотоларын көрсететін боламын, қалай істеу керек. Жол ақысын осылай оңай төлеуге болады. Ал мына жерде маған билет шығу керек. Қазір міне билет келді. Міне автобус, микроавтобус, Алматы қаласы. Қала ішінде бір рет жол жүруге арналған билет алынды міне. Енді жолда мен тексеріп қалсам, мысалы билет қайда десе, осы SMS-тегі билетті көрсете аламын мен. Ешқашан 150 теңге төлеп жүрмеңіздер, оңай картасы жоқ болып, мысалы. Оңай картасы қатты бір қажет емес енді. Өйткені оның ішіндегі ақша үнемі тұрады да ішінде. Ал Билайн картамен төлесеңіз, өзіңізге керек кезде ғана ақша саласыз, керек болмаған жағдайда ақша салмайсыз оған. Бұл Билайнның тиімді жері осындай.